Сәлем достар, сіздермен Бану. Бүгін өзіме өте қатты ұнаған Орео чизкейкін жасайтын боламыз. Тамы өте керемет, нәзік болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне 100 грамм қант саламыз. Венчикпен араластырып аламыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Оны да араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді бөлек араластырып аламыз. Оған ұн, какао және қопсытқыш үшеуін бірге араластыруымыз керек. Одан кейін сары майымызға және жұмыртқамызға салып, барлығын бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Неге ешқандай миксерсіз қасықпен араластырып шықтық. Осындай қою масса болады. Егер де сіздерде осындай темір жылжымалы қалып болса, астына фольга төсейміз. Болмаса басқа ыдыстарда қолдануға болады. 22 диаметрлі осындай қалыбымызға қамырымыздың барлығын құйып, пешімізді 170 градусқа көтереміз. 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Сүзбелі ірімшіктің үстіне 33% клейгейді және 3 жұмыртқамызды саламыз. Қант ұнтағы тез еритін болады, сондықтан қант ұнтағын пайдаланамыз және қаймақ. Барлығын миксермен бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Енді нанымызды тексереміз. Ағаш таяқпен тексерген кезде осындай құп-құрғақ болып шығуы тиіс. Нанымыздың үстіне салмасының кішкене бөлігін құямыз да, Орео печеньеларының ортасынан кесіп болмаса, солаймен осылай салып шығатын боламыз да, үстіне қалған салманың барлығын құйып шығамыз. Пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздырамыз 170 градусқа. Осы массаның барлығын 50 минутқа пісіріп аламыз. Неге пісіп шықты, беті жақсы қызарды. Әзірше осылай көтеріліп тұрады. Кішкене уақыт өткеннен кейін басылады. Ыстық немесе жылы болып тұрған кезде ыдысынан әзір алмаймыз. Үй температурасында суы қажет. Одан кейін тоңазытқышқа 3 сағатқа кемінде салып қойсаңыз, жақсы біркелкі болып шығады. Және қалауыңыз бойынша шоколадпен әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен шоколадпен және құлпынайлармен әсемдеп шықтым. Дәмі өте керемет болып шығады, ас болсын. Егер де жасаған рецепттерім ұнап жатырса, каналымның дамуы үшін лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыз.